Алла тағала бізбен үнемі байланыста болады. Ол періштелері арқылы бізге көп деген белгілер жібереді. Бірақ өкінішке орай мына күйбең тіршілікке адам кіріп кеткендіктен өзін көп жағдайларда естімейді. Естімегеннен кейін өзін түсінбейді. Түсінбегеннен кейін әрине адасады, одан кейін депрессияға түседі, одан кейін әрине денсаулығынан айырылады, байлық келмейді, ақша потогы жабылады. Бүгін жалпы осы туралы бір терең тақырыптарды айтатын боламыз, сондықтан видеодан алыстамаңыздар достар. Армысыздар, сіздермен әдеттегенше Хадия Аралбай каналыма қош келіпсіздер. Жалпы егер менің каналыма әлі жазылып үлгермесеңіздер, жазылып қойыңыздар. Себебі аптасына 2 рет үнемі байланыста болып отырамыз сіздермен. Сонымен қатар алу беру заңы бойынша, егер осы видеодан пайдалы бір зат болса да алып шықсаңыз, онда міндетті түрде лайк басып, өз ойларыңызды, жылы сөздеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Міндетті түрде барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Менің үнемі тұрақты оқырмандарым шаршап кеткен шығар, дегенмен де айтайын, алу беру заңы бұл өте маңызды нәрсе. Өйткені бізге далада тіпті біреу кішкентай ғана бір подсказка айтып, кішкентай ғана жол бағдар беріп кететін болса, онда үнемі ол адамға алғыс сөзін айту керек. Мысалы, ютубта қаншама миллиондаған тегін күшті ақпарат бар. То есть Алла тағала бізге барлық мүмкіндікті беріп отыр. Бірақ почему-то біз бір ауыз алғыс сөзді жазуға, бір ауыз лайк басуға, жасауға ерініп жатамыз. Бірақ бұл үлкен еңбек шын мәнінде, сондықтан да міндетті түрде ұмытпаңыздар. Ал мен бастаймын. Жалпы түсінікті болу үшін бірден өзімнің өмірімнен мысал айтайын. Мен бұрын журналистика саласында көп жыл жұмыс жасадым, сол оқуға түстім, және маған ең бірінші болған белгі, мен журналистика саласына түскен кезде, енді мен сол кезде өзім таңдадым деп ойлағам. Ол кезде жаспын, 17-демін, 18-демін. Бірақ менің грантқа бір балл жетпей қалды. Бұл уже бірінші знак болды да маған. Грантқа бір балл жетпей қалды. Экзамен өте қиын болды мен үшін. Бірақ ол кезде біз енді ата-анамен кіндік байланыста тікелей болғандықтан, менің өмірім сол ата-анамның армандарымен қатты байланысты болды да. Мен ол саланы мүлде жақсы көрмедім деп айта алмаймын. Ол сала маған көп нәрсе берді, көп нәрсе үйрендім, алғысым шексіз. Бірақ дегенмен де сол кездегі белгілерге мен көп мән бермеген екенмін. Яғни балым жетпей қалды, дұрыс түсе алмай қалдым. Оның үстіне мен журналистика саласын бітірдім, каналға барам, ешқайда мені жұмысқа алмайды. Әрине ол жаңа білімім жоқ болғандықтан, практикалық тұрғыда білімім жоқ. Дегенмен де Қазақстан ұлттық арнасында жарайды білім жинайын, білімім жоқ екен, тегін жұмыс жасайын деп мен бір 3-4 ай тегін жұмыс жасадым. Дегенмен де мен жұмысқа алмады. Одан кейін әйтеуір сол жерден білім жинап алғаннан кейін Алматы телеарнасына кірдім. Алматы телеарнасында жақсы күндеріміз өтті, бірақ все равно мен кейін осы саладан кетіп декретке шықтым. Как раз сол кезде мен 3 жыл бала көтере алмадым. Тоже знак бар ғой. Көп нәрсе знак болды, мен бірақ сол кезде естімеген өзімді. Декретке шықтым, мен сол кезде өзім зерттей бастадым, сол кезде мен өзім түсіне бастадым, көп тыныштықта болдым. Және осы рухани дүниелер маған әлдеқайда жақын екен, психология саласы маған жақын екен, эзотерика маған өте қатты ұнады. Мен өзімді реально сол кезде түсіне бастадым. Осы сияқты майда шүйде белгілерден бастап өте үлкен знактарға мән аудару керек та. Неге біз мысалға мән аудармаймыз? Өйткені адам бұл өмірде материалдық жағдайға, күйбең тіршілікке, ойға көп кетіп қалады, уайымға көп кетіп қалады, қорқыныштарға көп кетіп қалады. Адам логикамен өте көп ойлайды да. Ал бізбен Алла тағала жүрек арқылы сөйлеседі. Жүрек чакрасын ашу керек деп постоянно барлық видеоларда айтам. Ол үшін көп медитация жасаңыздар, тыныштықта көп болыңыз, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Үнемі тек қана жұмыс үй тіршілік емес, өзіңізге уақыт арнаңыз. 1 сағат болса да бір паркке барып жүріп қайтыңыз, өзіңізді естіңіз. Дәл осы кезде біз Құдайдың белгілерін байқай бастаймыз.
интуиция жұмыс жасай бастайды, иә. Және бізге белгілер қалай келеді? Мысалға жақындарымыз арқылы келеді, иә. Ата-анамыз бірдеңе айтуы мүмкін, күйеуіміз айтуы мүмкін, ол керек емес, не қыласың деген сияқты. Кейде біз тұрып аламыз ғой, жоқ, мен соны қалаймын, мен соны істеймін деп. Бірақ шын мәнінде мүмкін сізге жақындарыңыз арқылы, адамдар арқылы сізге қазір белгі беріп жатқан шығар, иә. Сондай бір мысал айтайын, мен как раз осы блогымды жүргізіп, ютубым бір нормально уже состоянияға келіп, кішкене табыс әкеле бастаған кезде мен почему-то өзімнен өзім мата тігетін, пижама тігетін дүкен ашқым келіп кетті. Сонда ондай бір үлкен бизнес ашатын табысым жоқ. Сонда жолдасым кәдімгі қарсы болды, не қыласың, сен осы саланы алып келе жатсың ғой, бұл сала саған ұнайды. Мен айттым, жоқ, мен сол саланы да алғым келіп тұр, сол саланы көргім келіп тұр, одан кейін таңдаймын деген сияқты бір почему-то жолға түсіп кеттім. И шын мәнінде мен практика жүзінде түсіндім да, ол вообще менікі емес екенін, ол жерде вообще басқа жол екенін, да. Бірақ енді көрдім, өкінбеймін. Дегенмен де лучше уақытыңызды бар жаңағы біліміңізді практикалық түрде көп уақытыңызды соған кетірмей, лучше белгілерге көп мән берген жақсы, да. Сонда көп ақшамды құрттым, бар соңғы бір ақшаларымды құрттым, қаншама мата алдым, арендаға здание алдым, тігінші алдым, өзім тіктім, психологияны кішкене алыстап кеттім. Короче, бір жаңа нәрсе керек болды маған сондай. Кстати, бұл неге жатады? Детский позиция, когда біз постоянно бір нәрсені ауыстыра береміз, бір саладан екінші салаға ауыса береміз, это неправильно. И вот сол кезде мен естімедім тоже өзімді. Одан кейін түсіндім. Сол себептен де осы ақпарат маған келген шығар, сіздермен бөлісіп жатырмын. Кешке жатқан кезде осы идея прям өзінен өз келіп қалды, соны видеода айта қояйын деп сіздермен бөліскім келді. Енді қараңыздар, адам белгілерді естімесе немен қауіпті? Басында періштелер жай ғана, жеңіл ғана белгілермен сіздерге айтады. Бірақ адам мүлде өзін естімесе, өзінің жолына түспесе, басқа бір жаққа кетіп қалса, ауып кетсе, екінші белгі береді. Ол белгілер кішкене жеңіл-желпі ауру сырқау болуы мүмкін, иә, и так далее. Одан кейін адам тағы өзін естімесе, өзіне қарама қайшы келсе, онда адам қатты ауырып қалуы мүмкін. Тіпті өлім мен өмірдің арасында болуы мүмкін, иә. Немесе хронический болезньдер өте көп болуы мүмкін. То есть мына адамның бойындағы ауру сырқауына қарап, оның дұрыс емес жолда екенін түсінуге болады. Өйткені энергия дұрыс жұмыс істемейді. Энергия дұрыс жұмыс істемеден ол жаңағыдай адамның денесінде бір жерде тұрып қалады, эмоция шықпайды. Қай кезде адам өзінің ісін жақсы көрген кезде, одан эмоция шығады, энергия шығады, күшті ол жерде, жақсы табыс келе бастайды, денсаулығы мықты бола бастайды. Это о чем? Это о том, что сіз на правильном пути, сіз дұрыс жолдасыз. А если сіз бір нәрсені бастайсыз, что-то болмай жатса, прям совсем болмай жатса, значит, это не ваш путь. Енді мынандай да жағдай болады, кейде өзінің мақсатына жету үшін әрине определенный бір қиын жолдан өтуің керек, иә. Бірақ онымен шатастыруға болмайды. Егер сіздің жүрек чакраңыз ашық болса, сіз шын мәнінде бұл сіздікі екен, және осы жолдан өту керек екенін сіз реально түсінетін боласыз, иә. Сол себептен де өзіңізбен өте көп жұмыс жасасаңыз, өзіңізді көп бақыласаңыз, қазір не сезіп тұрмын, неге олай болып тұр, неге жолым жүрмей жатыр, иә. Неге қазір мен өзімді естімей қалдым? Өйткені біз Алла жолынан шайтан жолына түсіп кетеміз. Өйткені бізде қорқыныштар көбейіп кетеді, сомнение көбейіп кетеді. Біз барлық адамдардан кеңес сұрап кетеміз. Это тоже знак. Барлық адамдан кеңес сұрау, ол өзін естімеу деген сөз. Адам өзін естісе, ол өзінің қалағанын істейді, ештеңеге қарамай. Дегенмен кейде жанымыздағы адамдардан біз белгілерді естуіміз керек. Жалпы өзіңді есту үшін, Алла тағаланың белгілерін есту үшін өзіңізге күнде бір сұрақ қойыңыз. Алла тағала, мен өзімді түсіну үшін не істеуім керек? Мен өз жолыма түсу үшін не істеуім керек? Мен өзімді түсіну үшін не істеуім керек? Яғни біз материалдық жағдай, ақша, денсаулық, анау-мынауды сұрамаймыз. Біз ең әуелі мен өзімді түсіну үшін Алла тағала маған белгі жіберші. Мен өзімді түсіну үшін не істеуім керек? Өзімді түсінетін адамды жіберші. Мысалға, бұл видео арқылы да мүмкін Алла тағала сіздермен сөйлесіп тұрған шығар. Мүмкін осы информация арқылы сіздің шын мәнінде өзгеруіңізге, өзіңізді түсінуіңізге жаңа есіктер, жаңа мүмкіндіктер ашуға жіберіп отырған шығар.
Сол себептен де белгілерге көп мән беріңіздер, жақындарыңыздың сөздеріне мән аударыңыздар, өзіңізге көп сұрақ қойыңыз. Жалпы егер шын мәнінде қазір сіз өзіңізді шын мәнінде түсіне алмай жүрсеңіз, қиын болса, ақшамен қиналып жүрсеңіз, қандай мәселе болмасын, психологқа келіңіз, консультация келіңіз, онлайн, офлайн. Мен енді Алматы қаласында тұрамын, офлайн консультация керек болса, онлайн болса кез келген қаламен жұмыс жасай беремін. Сонымен қатар қазір менің авторлық әйел және ақша марафоным болып жатыр. Бұл жерде 14 маңызды модуль сабақтар бар. Менімен тікелей бір ай байланыста боласыздар. Жалпы медитациялар бар, терапиялық, авторлық. Сонымен қатар кітапшаларым бар. Сондықтан да бұл ақпарат қызық болса, WhatsApp номер жазылған, менеджерларға жазсаңыздар, барлық сұрақтарыңызға жауап беретін болады. Сау саламат болыңыздар.